Алматы маңындағы ұшақ апатында қаза болғандардың бірі талдықорғандық Бауыржан Қалиев. 1979 жылы туған азаматтың артында аңырап атанасы, жары мен жәутеңдеп 3 баласы қалды. Бауыржан сол күні Нұр-Сұлтанға іс-сапармен барып, кешкісін қайта оралуды жоспарлапты. Амал нешік, бұл оның соңғы сапары болды. Бауыржан атына сай бауырмал ет дейді марқұмның ет жақындары. Талдықорғанда туып өсіп, мектеп бітірген. Семейдің заң колледжін тамамдаған соң еңбек жолын құқық қорғау саласында бастаған. Бала-шаға қамымен Алматыға қызметін ауыстырған. Қайғыдан қан жұтқан туыстары Бауыржанның опат болғанына сенер емес. Үлкен кісілерді сыйлап, баласасын асырап, сол қуанып, елдер таныса танымаса да өте керемет коллективі істеп атқан өте қатты сыйлайды. Өзінің жаңағы өзінің көңілі, өзінің айтқан сөзі, өзінің істеген ісі бәрі жарасып тұрушы еді. Марқұмның денесі кеше түнде Талдықорғанға жеткізілді. Ата-анасына көңіл айтып келіп жатқандардың қарасы қалың. Қатарлас сыныптас достары Бауыржанның ақжарқын көңілін, жауапкершілігін, азаматтығын айтып еске алуда. Тура бір айдан кейін 41 жасын тойлар едік дейді әріптестері. Жұмыста еңбегін адал атқаратын азамат еді. Өте отбасын қатты жақсы көретін азамат еді. Әрқашанда бізге отбасы туралы айтып беретін, әке-шешесі туралы, бала-шағасы туралы өте қатты соларды жақсы көріп сыйлайтын. Өзімізге қаза ауыр тиіп жатыр. Бауыржанның 3 баласының үлкені 15-те, кішісі 3 жаста ғана. Қамалалар шағында қыршыннан қиылған аптал азаматтың арманы көп еді. Әттең төтеннен келген ажал өмірін үзді. Марқұмның денесі ертең жер қойнына тапсырылады.